Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет Жинашынардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан жіберіп алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Үйдегі екі креслоның үстін осындай құрақпен әдемілеп құрауды шештім. Құрағанға дейінгі түрін көрсетіп қояйын. Мынау арқалығы және астына қоятын губкасын қалыңдата отырып қаптаймыз. Үйдегі матаның реті осы. Құрағымыз әдемі түсе қалу үшін енді өлшемдерін алайық. Жалпы өлшемі 52-де 52 сантиметр. Оны теңге бөлеміз. Менің бір деталімнің көлемі 26-да 26 болу керек. Бір детальда бір квадратик үлкендеу, оның сырты 5 сантиметрлік полоскалармен жүргізілген. Сондықтан 26-дан 2-5 сантиметрден 10 сантиметрді аламыз, а ішіндегі квадратигі бізде 16 сантиметрден болады. Енді бір бетіне 4 үлкен квадратик и 5 сантиметрлік ұзын полоскаларды дайындаймыз. Ол үшін матамызды әдемілеп үтіктеп аламыз да, жаңағы 5 сантиметрлік полоскамызға тігіске 1 сантиметр қосамыз, 16 сантиметрлік квадратымызға тағы 1 сантиметр қосып, бәрін есептеп пішіп дайындап аламыз. Біздің құрағымыз екі түсті матадан ғана болғандықтан, әр түсінен 17-де 17 сантиметрлік квадраттан 16 штуктан кесіп дайындаймыз. Мінекей бірінші осы оранжевый түстен қазір 16 квадратик дайындаймын. Енді бұл квадратиктарды неғұрлым тегіс өлшеп қиып алуға тырысыңыздар. Достар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Сонымен міне оранжевый түсінен 16 квадратик, міне қоңыр түсінен 16 квадратик. Енді 6 сантиметрлік жолақтарымызды әдемілеп ұзыннан ұзақ қиып дайындап аламыз. Құрақтың неғұрлым әдемі шығуы сіздің детальдарды теп-тегіс қиып шығуыңызға байланысты, тікелей байланысты. Мінекей барлық құрақтарымның детальдары дайын болды. Енді бір-біріне қосып тігеміз. Бас аяғын бекітіп тігуді ұмытпаңыз. Мінекей арасын ашып, осылай қоңыр түске оранжевый, оранжевыйға қоңыр түсті квадратиктарды айландыра әдемілеп 32-сін бірақ дайындап аламыз. Достар, арнама тіркеліп қоңыраушаны басқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Енді осы барлық дайындап алған детальдарымыздың тігістерін ортасынан жарып, әдемілеп үтіктеп аламыз. Осы төрт бұрыштарды дәл осы қалпында да бір-біріне біріктіріп, тігуге болатын көрпешенің варианттарын көрсете өтейін. Мінекей, мынау бірінші вариант, екінші вариант және үшінші вариант. Ендігі вариантымызға мына оранжевый түсті, екі түсті төрт бұрышты алып, бірін-біріне беттестіріп қоямыз да, инемен әдемілеп, жақсылап түйреп беттестіріп аламыз. Және осы екі бұрышынан, видеода көрініп тұрғандай, сызып аламыз. Және осы сызықтың екі шетінен өтіп тігіп шығамыз. Мінекей, оң жағынан, сол жағынан. Екі жақ басын бекітіп тігуді ұмытпаңыз. Мінекей, көрдіңіз бе? Сызықтың үстінен емес, екі жақ шетінен тігеміз. Міне екінші жағын аударып тігіп жатырмын. Қазір дәл осы сызық бойына әдемілеп кесіп шығамыз. Мінекей, осы тігіп аламыз да, жаңағы сызып қойған сызығымыздың үстінен әдемілеп қиып шығамыз. Мінекей, осындай төрт детальды дайындап аламыз да, өзара қосып шығамыз. Мінекей, төртінші вариант. Неғұрлым түзу қисаңыз, соғұрлым құрағыңыз әдемі шығатыны сөзсіз. Мінекей, қараңыз, қандай әдемі шықты. Жаңағы менің 52 сантиметрлік квадратым шықты. Енді осы дайын болған бесінші түрімізді әдемілеп үтіктеп аламыз.
кейінгі біз 6-шы түріне 2 квадратикті 2 түрін алып, бірінің үстіне бірін қоямыз. Да бір сызық сызамыз. Ыңғайыңызға қарай бір сызық сызыңыз осындай. Соны екеуін бірге кесеміз де, 2 түрін екеуін бірін-біріне ауыстырып қойып, тігіп шығамыз. Бұл да бір өзінше әдемі болып шығады, мінекей. Бұл 6-шы вариант деп есептесек, 7-ші түрін тура осыларды бірінің үстіне бірін қойып, тағы да бір сызық сызып қиып аламыз. Міне, бірінің үстіне бірін қоямыз. Осы видеодағыдай қарап алыңыз. Мінекей, осылай тағы екеуін біріне бірін араластырып тігіп шығамыз. Бұл да бір өзінше әдемілік, әдемі болып шығады. Ендігі келесі 8-ші түріне тең ортасынан сызамыз. Бұларды да бірінің үстіне бірін қоямыз. Да жаңағы бірін-біріне ауыстырып, қосып тігіп шығамыз. 9-шы түріне дәл осы түрін тағы да бірінің үстіне бірін қойып, жаңағы сызығымызға перпендикулярны сызып шығамыз да, тағы бір-біріне қосамыз. Дәл осы 2-ақ түсті матадан 9 түрлі құрақ құрай отырып, әдемі көрпеше немесе покрывало құрап шығаруыңызға болады. Ендігі сол 9 түрлі құрағымды бір-біріне қосып көрпеше түрінде көрсетейін. Мінекей, менің көрпешем осындай болатын еді. Енді бұл құрақтарды креслоның жастықшаларына құрастырғанмын. Мінекей, осы әр жастықшаның екі жағы 2 түрлі бірін-біріне ұқсамайтын құрақтар болып шықты. Мінекей, жаңағы 9 түрлі құрақтың 8-і осы жерде. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.